Армысыздар, құрметті Роза Жахан Қазағымен жобасының көрермендері. Бүгін сіздерге ерекше бір қонағымыз бар. Қонағымыз әлемнің 9 тілін меңгерген, мүмкіндігінің шектеулігіне қарамастан. Сәлеметсіз бе, естіліп жатыр ма? Иә, естіліп жатыр. Камераңызды кішкене ұзақта ұстамасаңыз, не көрініп жатыр да, жақсы көрінбей жатыр. Солай ма? Енді жақсы. Енді жақсы. Сәлеметсіз жамағат. Комментті қазірге өшіре тұрайын. Саламатсыз ба, қош келдіңіз біздің Роза Жахан Қазағымен жобасына. Енді қабылдағаныңызға рахмет. Қазақ тілінде сөйлескенде қате осындай нәрселер болып кетсе кешіресіз, өйткені қазақша көптен қазақша сөйлескен жоқпын. Иә, түсінеміз. Бірге сөйлесіп, қазір қазақ тілді жөнге келтіріп алатын шығармыз. Әрине. Көп уақыттан бері сөйлеп жүрсіз қазақ тіліндегі. Польшадағы өкілісіз ғой. Біздің Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білім институтының осы Польшадағы өкілі ретінде сіз енді қазақша сөйлеп бізге біраз ерекше өзіңіздің тіл үйренудегі тәжірибелеріңізді бөлсек деп ойлаймын. Өйткені әлемнің 9 тілін үйренген адамсыз, және осы мүмкіндігі шектеулі жан ретінде көзіңіздің жақсы көрмесе де докторлық дәрежеңіз бар. Сондықтан біздің әңгімеге, біздің жобада өзіңіздің жақсы ой пікірлеріңізді қалдырады деп ойлаймын. Роза ханым, сізді біраз түзетейін. Әлі докторлық дәрежем жоқ, әлі оған жеткен жоқпын, өйткені әлі қорғап бітпегем. Қорғап біткеннен кейін әрине докторлық дәрежем болады, Құдай қаласа. Енді жазып жатырсыз ба? Докторлық жұмысыңыз жазып жатырсыз ба? Жазып біттім. Қазір рецензенттерден, тексерушілерден жауаптар күтемін. Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Енді ең соңғы бөлімде жүр екенсіз, қабылдаса ары қарай амандық болса қорғаймын. Амандық болса қорғаймын. Қандай тақырыпта жазып жатсыз қазір? Жұмысыңызды жазған едіңіз? Менің жұмысым осы түркі тілдермен байланысты, башқұрт тілінде мәтін синтаксис ерекшеліктері мен байланысты 5 әдеби мәтінді тексеріп, оларда қолданылған етістік формаларын тексеріп, олардың сөйлемдегі және де жазылған мәтіндегі функцияларын тексеремін. Башқұрт тілі дегеніміз, яғни түрк тілдерінен, иә? Түрк тілдерінің қазақ тіліне жақын, ең жақын тілдің бірі. Ең жақын тілдердің бірі, өйткені қазақ, ноғай, қарақалпақ, олардың енді барлығы бір түбірден енді басталатынын білеміз, ал башқұрттар енді Орал жерлерінің асаба халқы болып саналады. Алайда енді қазақ руларымен кейбір башқұрттар рулас болады, кейбірлері енді болмайды. Өйткені жалпылай қазақ тілі, башқұрт тілі ең жақын тілдерден бір. Ноғай тілі жаңегі басқа қарайым тілдеріндей болмаса да бәрібірде жаңегі түрік, Әзербайжан тілдеріне қарағанда жақын ғой. Жақынырақ, енді жақынырақ деп ойлаймын. Енді қазақ тілін мен Башқұртстанда енді үйрене бастадым. Сонда Башқұртстанда тудыңыз ба? Қайда тудыңыз? Жоқ, Орынборда өстім.
Енді көрермендерге жаңағы біле отырсын деген ниетпен сұрап жатырмын. Яғни Орынбор біздің бір кездегі қазақтың тарихи астанасы болған, қазіргі жағдайда Ресейдің қарамағындағы ел, қала ретінде есептелінеді ғой. Яғни солай. Енді онда да, яғни көз дәрігерлеріне барғанда, әсіресе қазақ тілін көп естігем. Енді сол уақыттан бері қызығып кеттім. Өте маңыз, Орынбор үшін өте маңызды бір тіл, өте Орынбордың локал, орындағы мәдениетінің айрылғысыз және де өте маңызды бір үлесі деп ойлаймын, енді қазақ тілін. Қазақсыз Орынбор болмайды. Қазақ тілсіз Орынбор болмайды дейсіз ғой. Әлі сонда ол жерде сақталады ғой, қазақ тілі, яғни қазақ қоғамы бар болса да, енді онда сол қазақ қоғамында тіл сақталған болса да, қазақ мектептері жоқ ретте, қазақ сыныптары бар. Енді кейбір қазақ ауылдарында қазақ сыныптары барлығын білемін. Алайда қазақ мәдениеті сақталып келеді. Енді Орынбор өзіңіз білетін шығарсыз, дала жерлері. Енді қазақтың ғасырлық, көп ғасырлық тәжірибесін қолданбай тұрып, Орынборда енді және Орынбор жақтарында тұруға болмайды деп ойлаймын. Өйткені қазақ халқы өзіңіз білетін шығарсыз, енді өте қонақшыл, өте енді бұрынғы әдеттері бар қазақ халқының. Дәстүр, әдет солар сақталғандықтан қазақ тілінің, қазақ мәдениеті енді Орынбордың орындағы мәдениетінің айырылғысыз бір үлесі, бір жағы ретінде қарауға болады. Яғни Орынборда әлі қазақтың жаңағы салт дәстүрі, қазаққа тән қалада қасиеттер әлі сақталуы дейсіз ғой. Расымен де ол Орынборда қаншама тарихи мекен, яғни астана болу оңай емес қой, бір елдің астанасы болу. Енді астанасы ретінде 5 жыл астана болып, кейіннен басқа қалаларға көшкенде қазақтың жаңағы мәдениетінің сақталуы дұрыс деп ойлаймын. Естіп жатыр ма? Біздің камерамыз көрінбей қалып жатыр. Енді көрініп жатыр ма? Енді көрініп жатыр. Жалпы бұл башқұрт тілін оқуыңызға жаңағы түркология ретінде осы мамандықты таңдауыңыздың себебі не болды? Осыған себеп болған не? Осыған себеп болғаны, біріншіден мен тілдермен көптен мауығамын, көптен қызығамын. Өйткені өзіңіз түсінетін шығарсыз, енді жақсы көрмегенде, мен аз-маз болса да көремін. Енді дүнием, Аллаға шүкір, енді 100% қараңғы емес. Алайда жақсы көрмегенде, жақсы естілген қалда тілді үйрену жеңіл деп ойлаймын. Сізде жаңағы көзіңіз жақсы көрмесе де, құлағыңыз жақсырақ қабылдайды дейсіз ғой. Соны айтамын. Енді сонымен қатар өте ашық, логикалы ашық, түсінікті қағидалы тілді үйрену маған жеңіл болды. Өйткені өзіңіз білетін шығарсыз, орыс немесе поляк тілін үйренгенде қағиданы үйретселер де, оның енді оған қоса енді сол қағидаға бейсенбеген сөздерді үйрену қажет болады.
қазақ тілінде осындай сөздер, осындай тамырлар жоқ сияқты. Яғни грамматикалық жағынан сізге ыңғайлырақ дейсіз ғой, иә, үйрену? Енді қазаққа поляк тілін үйрену мысалы онша ыңғай емес. Ал бірақ оңайырақ емес. полякқа қазақ тілін үйрену оңайырақ деп ойлаймын. Содан кейін соны білетін шығарсыз. Мен сізге де айтып кеткен бармын. Орынбор бірнеше ай бойында, сол 5 жыл Қазақстанның астанасы болғанын бәріміз білеміз. Ал бірақ Башқұртстан мұхтар, яғни автономиялы республиканың Башқұртстан автономиялы республикасының астанасы да болғанын білмейтіндер бар шығар. Енді біздің көрермендеріңіз арасында осындай кісілер де табылады. Ахмет Байтұрсынұлы, яғни Қазақстанның тұңғыш үкіметінің бас уәзірі, және де Заки Уәлиди Тоған, сол Башқұртстан үкіметінің тұңғыш бас уәзірі. Олар бір-бірін танып, бір-біріне дос болғанын қазақтың көбі өкінішке орай білмейді. Енді екі үкімет, Башқұртстан мен Қазақстанның үкіметі бір-ақ жерде отырғанын білесіздер, Роза ханым. Орынборда керуен сарай бар, әлгі күнде онда мешіт қайтарылған. Енді кеңес заманынан, кеңес дәуірінен кейін сол мешіт мұсылмандарға қайтарылды. Ал жанындағы бина әлі қайтарылған жоқ. Онда жанында медресе де бар болған, және де аттар тұра алатын жерлер де бар болған. Енді қазақша қалай айтайын, ұмытып қалдым, кешіресіз. Яғни сол кезде қолданылған жаңа құрылыстар қайтарылмаған ғой, иә? Енді мешіт қайтарылса да, жанындағы құрылыс қайтарылмаған. Солайда сол үкімет отырған құрылыс, енді бина, қазіргі уақытта да мемлекеттік орган үшін қолданылады. Қай орган деп айта алмаймын нақты. Ал бірақ осы жерде бір жақта Башқұртстан үкіметі отырса, екінші жағында Қазақстан үкіметі отыратын. Әрине бұл жаңағы саяси, сол кездегі саяси жағдайларға байланысты жаңағы Башқұртқа да берген тарихтан куәгер болып отырамыз. Бірақ бұл негізінен қазақтың ата жұрты болған екенін де білеміз. Қосымша айтқан кезде, ол кезде жаңағы астананы басқа жаңағы Башқұртқа беруі, немесе біздің Қазақстандағы, бұрын Қазақстанның жаңағы мәдени астанасы ретінде болған Ташкенттің де өзбектерге беріп, осындай үлкен құйтырқы саясаттардың қолданылғанын біз білеміз. Жаңағы тарихи кітаптар арқылы білеміз. Сондықтан ол енді басқа үлкен әңгіме, ол жайында енді айтсақ бітіре алмаймыз. Ал біз сіздің жаңағы тіл мәселеңізге келсек, сіз осы 9 тілді қалай оқып, қалай меңгеріп жатсыз? Енді ағылшын тілімен тұңғыш байланысымды, яғни осындай ағылшынша сөйлеп бастағанымды әлі де есіме түсіре аламын. 4 жасымда мен әжем енді бухгалтер болып істеген жерге, яғни мектепке даярланатын орталыққа жүре бастадым. Сол әжем отырған бөлме жанында ағылшын тілі сабақтары өткен бөлме болды.
Және де соны айтайын дегенім, сол ағылшын тілінен оқытатын апай татар ұлтынан болды. Енді күндердің бір күні мен сол сабақтарға жүре бастағаннан кейін ол оқытушы апай маған сөйтіп айтты. Мен енді өзімнің бір жұмысыммен болайын, сен менің орныма отырып, басқа балдарға сол ағылшын сөздерін айту үшін үйрете аласың ба деп сөйтіп шақырды. Мен үйретіп көргем, келіп шықты. Содан кейін енді басқа тілдермен, шетелмен қызығып кеттім. Содан кейін енді ол жаңағы ағылшын тілін үйренгенге дейін қандай тілдерді сөйлейтін едіңіз? Енді үйде орысша сөйлескен едік. Әлгі уақытта, енді қазіргі уақытта мен орысшаны жақсы түсінсем де, енді аналарым, әжелеріммен сөйлессем де, енді польшада тұрғаны себепті онша деңгей онша жақсы емес. Бірақ енді сөйлесе аламын керек болса, басқа тіл болмағанда. Ал бірақ өзіңіз білетін шығарсыз, мен Польшада тұрғанда украиндермен украинше, белорустармен белорусша, қазақтармен қазақша сөйлесемін. Сондықтан орысша сөйлесетін адамдар жоқ сияқты. Менімен орысша сөйлесетіндер. Әртүрлі тілде сөйлесе бересіз дейсіз ғой. Әрине. Осы сіз айтқандай 9 тіл дегенде қай тілдерді білесіз? Енді ағылшынша жақсы түсінемін, алманша да жақсы түсінемін, французшаны енді баста өзім үйрендім, кейін мектепте 3 жыл бойы үйрендім. Содан кейін енді польшаға жақын тілдер, яғни украинше, белорусша, кейін енді түркі тілдес, енді түркі тобына келгенде қазақша, түрікше, башқұртша, қазан татарша, қырым татарша жақсы түсінемін. Яғни жақсы сөйлесемін. Жақсы. Сіз қазір докторлық жұмыстарыңызда қалай жаздыңыз сонда? Қандай мүмкіндіктер туды университетте? Соны айтайын дегенім, Ресей немесе бәлкім Қазақстанмен салыстырғанда, өйткені мен Қазақстанда әлі оқыған жоқпын. Ал бірақ білгенімше, онда мүмкіндіктер онша көп емес. Оны өзіңіз де білетін шығарсыз. Бізде, яғни Варшавада, сол көрмейтін немесе естімейтін студенттер ғана емес, психикалық аурулықтар бар болған студенттер де бар. Және де оларға мүмкіндіктер ашық деп айтуға болады. Алайда, мысалы бір көрмейтін студент, мысалы оқытушының, мұғалімнің жанына келіп, мен сол емтиханды жаза алмаймын десе, оны сол емтихандан ешкім босатпайды, өйткені көрмейтіндердің жазуға мүмкіндігі бар. Мен мысалы телефон немесе лаптоппен қолданғанда мәтінді дауысталатын бағдарламамен қолданамын. Яғни сол мәтін арнайы бір дауыспен маған оқылады. Сонда арнайы бағдарламамен мәтіндерді оқиды екенсіз. Сонда бұл университеттен мүмкіндік па, әлде өзіңіз осы мүмкіндікті жасайсыз ба? Екеуі де. Яғни өзіңіздің осындай мысалы телефоныңыз немесе лаптопыңыз болмағанда, сол лаптопты университет бере алады. Осы мүмкіндіктерді жасату үшін да. Ал сіздің жаңағы университетте оқып жатқан кезде мүмкіндігі шектеулі адамдармен бірге оқисыз ба, әлде жалпылай студенттермен бірге оқисыз?
жалпы қарапайым бір яғни тек қана мүмкіндіктері шектеулі топта оқымаймын. Егер де соны айтайын. Ондай топ бар ма? Негізі? Негізі ондай топ жоқ. Жалпылай оқу керек па? Өйткені барша студенттердің құқықтары тең. Егер де мысалы бірде бір сол программада мысалы 10 студент саңырау болса, онда арнайы топ ұйымдастырып ишара тіліне аудару мүмкіндігі бар. Енді сол жағы түсінікті, өйткені естімейтіндердің енді арнайы ондай бір 10 студенттен сондай жаңағы сөйлей алмайтын немесе құлағы естімейтін студенттер болуы мүмкін ба, әлде мүмкін емес жағдай ма бұл? Неге болмасын? Мүмкін. Егер де мүмкіндіктері шектеулі студенттердің жұмыстарын қарайтын бюро осындай шешім шығарса, яғни осыны арнайы топ ұйымдастырамыз деген шешімге келсе, онда осындай мүмкіндіктер бар. Күндерден бір күні мен сол Варшава университетінің бас кампусы бойлап жүрген едім. Маған енді күзетші біраз көмек көрсетіп, мені ректорлық бинасына апарды. Сол уақытта мен әлде қандай осындай механикалық дауысты естіп алдым да, ол не екен деп сұрағанда, сол жүре алмайтын студенттер өздерінің енді өзіңіз білесіз, өздері отырған нелерде, жиһаздарда арбасында өздері жүре алмайтын студенттер жаңағы өз арбасымен ғой, иә? Сол арбаларында отырып, сол енді бір артынан жүреді екен. Енді жүгіріп жүреді. Сол егер де осындай жүре алмайтын студентке енді бір сабақ ыңғайсыз болса, мысалы үшінші қатта өтеді екен, енді лифт немесе басқа бір нәрсе болмағанда, онда осындай сабақ басқа бір жерге көшірілуі мүмкін, егер де осындай студент соны қаласа. Яғни сол мүмкіндігі шектеулі адамның жағдайына қарай үшінші қабатта, екінші қабатта болатын не бірінші қабатта немесе сол кісінің ыңғайына қарай жаңағы аудиториясын өзгертуге болады дейсіз ғой? Иә, әрине болады, әбден болады. Жалпысы мен де кеше осы мүмкіндігі шектеулі адамдардың Польшадағы саны жайында, жалпы қандай жағдайлар бар екен жайында біраз қарадым. Польшада, жалпы Польшаның халық саны 40 миллиондай ғой. Осының жаңағы 3 миллиондай жаңағы ресми түрде 3 миллиондай жаңағы мүмкіндігі шектеулі адамдар бар екен. Бейресми енді бір 6-7 миллионға дейін шығатындай. Бұл да үлкен көрсеткіш, бірақ енді оның жаңағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың несіне қарай, дәрежесіне қарай өзгереді. Жаңағы көп деңгейдегі, жоғарғы деңгейдегі мүмкіндігі шектеулі жандар, немесе орта деңгейдегі, немесе жеңіл деңгейдегі мүмкіндігі шектеулі жандар болып бөлінеді екен. Дұрыс. Осы мүмкіндігі шектеулі жандарға қандай оқуға қандай мүмкіндіктер бар Польшада? Осындай жандар емтиханды тапсырған уақытта, енді емтихан тапсырғанға дейін арнайы хат жазып, енді комиссияға ма немесе оқытатын мұғалімге ме
арнайы хат жазып, маған емтиханның осындай формасы ыңғайлы, яғни осындай форматта өтсін деп деген хат жаза алады. Сол хаттың негізінде әрине форманы өзгертуге болады. Және де көрмейтіндер, мысалы, осындай Braille жазуымен немесе аз көретіндер болса, енді үлкен әріппен оқи алатындар осындай формада енді құжаттарын немесе қағаздарын алады. Уақыт көбірек беріледі сол көрмейтін адамдарға, көрмейтіндерді айтамын. Енді ең бірінші, өкінішке орай, Қазақстан мен Польша арасында бір-бірінің сол мүмкіндіктерін шектеу туралы қажеттерді танылу қиын. Өйткені осындай келісімшарт әлі жоқ Польша мен Қазақстанның арасында. Сондықтан Қазақстанда мүмкіндіктері шектеулі болып саналатын адамдар Польшаға келіп арнайы құжаттарды жаңадан алуға тиіс. Яғни осында Польшада комиссиядан өтіп, енді жаңадан сол мүмкіндіктері шектеу туралы арнайы құжаттарды алуға тиіс. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың оқуында жаңағы стипендия қандай недер қалай беріледі? Енді сол стипендияны Қазақстан азаматтарына сол стипендия мәселесін әдетте елшілік немесе университет өзі қарайды. Елшілік тарапынан да, университет тарапынан да сол арнайы стипендиялар берілуі мүмкін. Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған басқа бағдарламалар да бар. Мемлекеттік бағдарламалар, олар университеттен емес, мемлекеттен енді ақша бөлінеді оларға. Сол программамен қолданып, мысалы, арнайы компьютер, лаптоп немесе басқа бір жиһазды, электрондық жиһазды енді алуға болады. Енді ақшасының 90%-ын мемлекеттік қор төлегенден кейін 10%-ын енді сол мүмкіндіктері шектелген жан өзі төлеуі тиіс. Бұл жақсы екен. Негізі мен осы Польшада 2 жыл, 3 жыл бұрын осы мүмкіндігі шектеулі адамдардың жаңағы өздерінің ой пікірлерін айтып протест жасаған білем. Сол кезде жаңағы үкіметтік недерде көп жаңағы осы мәселелер талқыланып келіп, осы мүмкіндігі шектеулі жандардың экономикалық жағынан қандай көмектер беруге болады, және қоғамдық жағынан қандай мүмкіндіктер жасауға болады деген осы үлкен тақырыптар болды. Сол арқылы қазір Польшаның үкіметі осы мүмкіндігі шектеулі жандарға көптеген мүмкіндіктер ашты. Жаңағы ең жоғарғы деңгейдегі мүмкіндігі шектеулі адамдардың айына алатын жаңағы жалақ жаңағы көмек ақысы осы 1950-2000 злоттай басталады минимум. Жаңағы 3000 злотқа дейін ақша төленеді екен. Бұл дегеніміз біздің ақшамен, біздің Қазақстанның теңгесімен есептеген кезде 200 мың теңгедей ақша. Мүмкіндігі шектеулі адамның алатын ақшасы. Ең жоғарғы деңгейде. Жаңағы 300 мыңға дейін алады. Ал енді орташа деңгейдегі адам болғанда Қазақстанның ақшасымен есептеген кезде бір 130 мыңнан бастап бір 200 неше мыңға дейін алады екен.
Сондай енді жеңіл деңгейдегі мүмкіндігі шектеулі адамдарды 450 злот, ол дегеніміз біздің ақшамен, біздің Қазақстанның теңгесімен есептеген кезде 50.000 теңгеден басталады. Ол да жаңағы дәрежесіне қарай ары қарай көбеюі мүмкін. Бұл көрсеткіш жаңағы ең төменгі көрсеткіш екен. Және қоғамда оларға мүмкіндіктер жасалынған екен. Жаңағы жеңіл деңгейдегі мүмкіндігі шектеулі адамдардың жұмыс жасауына жаңағы ұйымдар құрылған, осы ұйымдар оған ақша береді. Шаш қабылсына деп едіңіз? Сондықтан мүмкіндігі шектеулі адамдардың қоғамдағы өздерінің орнын әлдеқайда жақсы ұстап қалу үшін жақсы мүмкіндіктер жасаған Европа елдері Польшада соңғы жылдары осы мүмкіндігі шектеулі адамдарға көптеген мүмкіндіктер ашып жатыр. Польшада да Еуропаның басқа мемлекеттерінде де осындай жандарға мүмкіндіктері ашық. Енді көрмейтіндер, мысалы, енді ауыр, мысалы, еш көрмейтіндер, немесе Қазақстанда бірінші топ деп айтылатын шығар. Сол бірінші топқа қарайтындар, енді пойызбен барғанда, Польша бойлап, ақшасының тек қана 50% төлейді. Олармен бірге жүретін адам болса, билеттің ақшасын 5% ғана төлейді. 5%-ға да төлейді ғой, иә, сонда? Егер мүмкіндігі шектеулі адаммен бірге жүрген адам, сонда жол ақысының 5%-ға ғана төлейді. 5%-ын төлейді, иә. Яғни жүру жаңағы оған қолғабыс тигізген қасында көмекші ретінде жүргендіктен тегінге жақын ақша төлейді екен ғой. Бұл тағы қатып қалды. Естіп жатыр ма? Енді естіп жатыр. Кешірім сұраймын, мен телефоным өкінішке орай қазір жаңа жақсы істемей жатыр. Сондықтан енді басқа бір уақытта сұрақтарыңыз болса, немесе тілектеріңіз болса, сөйлейтін тақырыптарыңыз болса, рахатпен сізден сол туралы сөйлесемін. Инстаграмда жаңадан көрісеміз. Әрине, рахмет сіздің біздің жобамызға қатысып, өзіңіздің ой пікірлеріңізді бөліскеніңіз үшін. Қазақ тілінде жақсы сөйлейсіз, сондықтан біздің өзінің жобамызда жаңағы ой салып, басқа адамдардың жаңағы мүмкіндігі шектеулі болса да мүмкіндіктер тудыра білуді көрсетті деп ойлаймын сіздің енді тағы да бір нәрсені айтайын дегенім, Польша үкіметі Erasmus бағдарламасына қатысады екенін білетін шығарсыз. Мүмкіндіктері шектеулі жандарға да осындай мүмкіндіктер ашық. Erasmus арқылы оқуға. Мен де Erasmus практикасынан өтіп, енді қазір Польшада емес, басқа бір елде отырмын. Сондықтан соны айтқым келеді. Қорықпаңыз, іздеңіз, мүмкіндіктер көп. Польша елшілігіне немесе басқа университеттардың өздеріне, олардың қорларына жазуға жолдар ашық. Қорықпаңыз, қатысыңыз, бәрі жақсы болады. Осы Erasmusқа қатысқаныңыз жайында айтып жатсыз. Осы қандай тіл мәселесі бар ма? Осыған қатысу үшін қандай шарттар бар? Тіл мәселесі енді тілді B1, B2 деңгейде білгенде өте жақсы болады. Тіл мәселесі шешілмейінше оған қатысу мүмкіндігі жоқ дейсіз ғой, иә сонда? Жоқ деп айтпаймын, бірақ осындай университетті немесе қорды табу ауыррақ болады. Баста Қазақстаннан Польшаға келіп, тілді біраз үйреніп, полякша, ағылшынша біраз үйреніп, кейін осы бағдарламаға қатысуға болады.
Үлкен рахмет сізге. Бүгінгі Өзіңізге жобамызға қатысып, өзіңіздің ой пікіріңізді білдіргеніңіз үшін. Аман сау болыңыз. Аман сау болыңыз. Сізге сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Өзіңізге де сау болыңыздар.